балаға ештеңе айтпайды, ештеңе деді. Ана Ханзадағы баламен жолықтырмайды ғой. Жаңағы Ханзада жаңағы байдың керемет баласы айтады, келінім айт, тез бар, сол тез тауып берсін. Мынау қаршығаны байлап, мына қара құстарды ұшырып берсін дейді. Байдың баласы аңдағын айтты мынау деді. Сосын жаңағы үйіне барады, келіншек досы болады, қонақ қылады, күйеу қоса келіп тұр ғой енді. Содан ал не деді, осындай бір тез бар, құрылысты түзейтін тез бар үйде. Сол тезді әкеп бер деп айтты. Сосын қаршығаны байласын, торға қалмасын, қара құстарды ұшырсын деп айтты дейді. Келін естиді де ойланып қалады, бір шаруа болған екен, бұл сон не деген сөз екен, ойланайын деп. Енді тез деген бар, негізі аспап. Ол жаңағы құрылыс түзеймейді, ол жеңіл ферулар түзейтін тез дегендер болады. От қағызыр, бірдеңе қылып істейтін, негізі аспап бар қазақша тез деген. Бірақ ол құрылысқа келмейді, құрылысты түземейді. Дейді, осында бір гәп болған екен, осындай қауіптенген екен. Мен қаршығаны торға қалма деген Ханзаданы байлап матап ұста деген екен. Бағана байдың баласы бар ғой. Енді қаршыға ғой. Анау қарғаларды ұшырып бер дегенім жанындағы бір екіні көрін ауылдың балаларына сабаты қуып бер деген екен. Білдіңіз бе? Сондықтан мен бұны осылай қылайын. Содан кейін жаңағы аналар сәлем айтып барады дейді. Атам айтты, осындай тезді жібердім, қаршығаны қамадым, мынау қарағысы ұшып кетті деп айтты дейді. Жаңағы қалғаны қашып баратқандарға. Сосын барады, барса жаңағы Ханзадағы қамауда ауыл түгел бұның бәрін естіп дүрлігіп келіннің сөзін тыңдап тұр. Ол да бір үлкен ауыл ғой енді. Сосын бай, ой, мынауын қалай мен баламды сұрым. Сенің балаң, сен менің баламды аманатқа ұстадың, мен сенің балаңды аманатқа ұстап тұрмын. Мынау тез келді, ананы жөндеймін, ақшаны төлейсің, мен қайтам, барамда балаңды босатам, сен баламды босатасың. Содан жаңағы ақылды келіннің арқасында бағанағы жол қысқарды, ат келтір деген аяғында осындай жақсылық шаруа болады. Сондықтан әр шаруада мән мағына болады, әңгімені дұрыс айту керек.